Егер 800 элиталық деңгейдегі ойыншылар мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында тұрса не болады? Ойыншылар сыпайылық дегенді ұмытады және өздерінің шынайы әлпеттерін танытады. Бұл чемпиондар шоуы. Мен тізеден тепкенді және олар сияқты допты да тепкенді ұнатамын. Челсиге қосылуды қатты қалаймын, себебі Дортмундтағы жеңістер мен үшін аса қауіпті. Өйткені бұл жеңістер ақш құрамасымен бірге қатар келеді. Біз әрқашан жеңілген сайын мен үнемі айнаға қараймын және бұған саясатта, желді, көгалды стадиондағы иісті кінәлаймын. Мен оралдым, біз жеңеміз, құпиясы менің аяқ шалуымда. Оның көлеңкесінде болудан арылғандығымыз қандай тамаша. Ей, Криштиану, өзімнің фанбой екендігімді білдіргім келмесе де, сен мына жейдеге өз есіміңді жазып қалдыра аласың ба? Өте кішкентай екен. Бұл менің бала кездегі жейдем. Сен мұрынбоқ болған шақта ма? Қазір дәу жігіт болып кетіпсің ғой. Ал сен қазір аңызсың. Рахмет, досым. Аңыз, Рауль сияқты ма? Пеле секілді. Фиго тәрізді. Бірақ аңыздар соншалықты кәрі ғой. Сонда не, мен енді кәрімін бе? Мені тексеруге келіскеніңіз үшін рахмет, дәрігер. Маған көмек қажет. О, жоқ, сенің тісің ауырып жүр ме не? Жоқ, тістерім сап-сау. Мұнда келуімнің себебі қарттыққа ұшырағандаймын. Менің ойымша ол дентистер немен айналысатынын білмейтін сияқты. Криштиану, сенің тәнің 23 жастағы жігіттей. 23 жастағы? О, жоқ. Осыдан бір жыл бұрын дәрігерлер менің тәнім 22 жастағы жігіттей деген еді. Ал қазір 23-тегі дейді. Ойлағанымнан да бетер екен. Ювентустың тағы бір аңызынан кеңес сұрағаным дұрыс деп ойлаймын. Бұл процестен сан жылдар бойы өткен жаннан. Кәріліктен. Кәрілік, бұл қорқатын нәрсе емес. Жасым 25-те болғаннан бері 50 жыл өтті. Күндердің күнінде әлемдегі үздік ойыншы болмайтындығым мені қорқытады. Өзіңнің айнадағы сұлбаңа қарайтын уақыт жетті-ау. О, тамаша, сенде айна бар ма? Жоқ, айтқың келгені сен мына ойынмен мәңгі айналысамын деп үміттенесің бе? Иә? Жоқ, футболмен ешкімде мәңгі айналыса алмайды. Сен ажалдысың және түбінде ажал құшасың. Қартайып түбінде өлесің. Және осы сәтте мен ойландым. Вау, мынадай туралығымен Андреа нағыз мерген атар ма еді? Енді не істеуім керек? Мансабымды аяқтауға тиіспін бе? Әлі емес. Қарт сеньорамен алда бірнеше жылдарың бар. Қарт деген нені білдіреді осы? Жоржиньо 25-те. Негізі Ювентус жайында айттым. Окей, одан кейін не болмақ? Сосын сен барлық элиталық футболшылар не істейді? Соны істейсің. Сіздер соккердің, кешір, еуропалық футболдың қарт ойыншылары MLS-ке қосыласыңдар. Сіздер мұнда әр ойын сайын 3 голдан соға аласыздар. Миллиондап ақша тауып, көшеде емін-еркін жүре аласыздар. Себебі сіздерді ешкім танымайды. Мәселен, доллар, еуро мен фунтқа қарағанда арзанырақ. MLS-те қорғанысқа қайтып, әуе сапары үшін ақша маңызда. Және әркімде мұнда қару бар. О, құдайым, маған кету керек. Сәлем, ұсқынсыз Роналдо. Сондай қорқып тұрмын. Өтінемін, айтшы, зейнетке шығу қорқынышты ма? О, жоқ, керісінше бұл рахат екен. Жегің келгенде ауызға тыға бересің. Егер де 800 элиталық футболшылар мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында тұрса не болар еді? Ойыншылар сыпайылық дегенді ұмытып, шынайы әлпеттерін таныта бастайды. Егер сіздерге айбалағына кіру қажет болса, өздеріңізге ангел керек деп дұға етіңіздер. Титулдарды ақшаға сатып ала алмайсың. Бұны директордың өзі растады. Мені сымбатты болғандығым үшін жек көрудің қажеті жоқ. Осыдан 5 жыл бұрын мундиалда жарқырап, артынша түк көрсетпегенім үшін жек көр. Мен жаңа Роналду емеспін. Мен бірінші Винисиуспын. Әрине, үлкен Винисиусты есептемегенде. Жігіттер, Бейл үшін ренжімеңдер, бірақ қалғандарын шақырғандарың үшін рахмет. Сендер өз маусымдарыңа айнымай қалыпсыңдар, толықтай солып. Ла Лиганың дәстүрі бойынша кешкі сағат 11-де тамақтанып, артынша түнгі 3-ке дейін клубтарда көңіл көтереміз. Бұл бізге 12-ге дейін ұйқыны соғып, сағат 1-де футбол ойнауға мүмкіндік береді. Антуан, қызылынан ба, әлде ағынан ба? Бұл өте қиын таңдау екен. Антуан Гризманның таңдауы. Білесіңдер ме, бұрынырақ менде 10-шы нөмірлі жейдені кигем. Кішкентай сиқыршыға бұны қалай орындау қажет екендігін көрсетуге мүмкіндік беріңдер. Дадам, оны жоқ қылып жіберу қолдан келді. Ей, жігіттер, кешіріңдер. Не ма?
Не ғой, музыканы сәл ақырынырақ қойыңдаршы. Ема, кім осы уақытқа дейін ұйықтайды? Бұл жігіт қай ғаламшардан өзі? Қане, Гаррет, бір рет болса да бізбен бірге көңіл көтерсеңші. Ашуыңды бас, білесіңдер ғой, испан тілінде онша емес екендігімді. Біз саған ағылшын тілінде сөйлеп жүрміз. Тек акцент қана байқалады. Олардың не айтып жатқандығын түсінбейтіндігімді ұқпаймын. Испанша үйренгем, білемін. Қане, тексеріңдер мені. Estoy herido. Estoy herido. Окей, саған шашқа арналған ірзеңкі керек. Ол екі ақ сөзден тұрады. О, мен білем бұны, сен трансферді қалайсың? Ей, боққаспайтын неме. Мұның жарамат, бәке. Ой, жоқ, ренжімеңдерші. Маған жай ғана ертеңгі маңызды матч алдында сәл тынығу керек. Маңызды матч? Біз Чемпиондар лигасынан да, ел кубогынан да ұшып кеттік. Қазір тек Ла Лигада ғанамыз. Мұның бәрі ең құрығанда үйден шығып тұру үшін. Ой, жоқ, айтқым келгені гольф жайында. Өз рекордымды жаңартқым келеді. Маған серік болам деушілер бар ма? Біреуің болса да. Жарайды онда, кейінірек жолығармыз. Не былықтырып кетті? Құдайым-ау, қандай іш пыстырарлық. Гарретке қойған лақабат бізде жетеді. Марстық деген сияқты. Себебі бізге ол ұнамайды. Және гольфша, өйткені ол да ұнамайды. Немесе Роналдуға жетпес, өйткені бізге ұнамайды. Білмеймін, бірақ онда расымен де бір нәрсе дұрыс емес. Ақыл есі дұрыс адам бізбен бірге көңіл көтеруден қашама. Мүмкін трансферді қалайтын шығар. Немесе жарақатың бар деп құлақтан теуіп жүрме. Кеттік, оның заттарын ақтарып, не жасырып жүргенін білейік. Немесе бізге тынығып көп жаттығу жасап, жеңілісті азайтудың ретін қарастыруға да болады. Ей, жігіттер, мен бір нәрсе таптым. Неге мына қарындаш сондай қысқа? Қорқып тұрмын. Ей, тыныш. Ол расымен де марстық екен. Не шұбырып жүрсіңдер? Шай ішетін уақыт болды ма не? Көзіңді жоғалт, жат жерлік. Сен біз сияқты емессің. Сені жек көреміз. Бірақ бұл жай ғана Уэльстің кітабын ғой. Гольфтың қарындашы және битке арналған маска. Өтінемін, por favor. О, енді испанша сайрайын дедің. Осында үйренісуге тырыстым. Бірақ 6 жылдан соң осындағы жалғыз Галактикос екендігім анықталды. Реал Мадрид үшін өзгемін. Үйге қайтатын уақытта келді. Мен қызылын таңдаймын. Рахмет. Жігіттер. Егер де 800 элиталық футболшылар мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында тұрса не болар еді? Ойыншылар сыпайылық дегенді ұмытады және өздерінің шынайы келбетін таныта бастайды. Бұл чемпиондар шоуы. Соңғы нәтижелерге қарамастан, біз 4 дүркін рекорд орнаттық. Біз УЕФА, ФИФА, FA кубогы және Премьер лиганың бас назарындамыз. Мен ұлылардың жолын жалғастырушымын. Саутгемптоннан кеткен соң. Икардиді қатал дейсіз бе? Мен өз бауырымның қызын умаждағам. Жарайды, осымен жетелдеген ойдамыз. Рахмет, Гигз мырза. Хабарлама жіберу. Сәлем достар. Уақытты жақсы өткізу үшін ауланың артына жиналайық. Қызық, Харри Кейн бізге не деп бұлшылдады өзі? Егер уақыт жақсы өтсін, артыңда аула. Фил, қорқатын түкте жоқ. Бұл жай ғана тент. Бұл қорқу емес, қуанған түрім. Мырзалар, Тоттенгемге қош келдіңдер. Тәш қойын-ау, мынаған барлық демалыс күндерін кеткен сияқты ғой, да? Иә, барлық демалыс әумен болды. Кіріңдер, жай ғана нан пісіріп уақыт өткіземіз. Барлығы жап-жаңа, унитаз отырғышына ұқсайды екен. Сәлем, естеріңдемін бе? Арсенмін. Ал мен ерекшемін. Қош келдіңдер. Британиялық ұлы наубайшылардың дербиіне. Барлығы үлкен ойын алдында қызу дайындалған соң шпорлар кішігірім өкше сүйекті. Дәл солай, сосын өзімнен сұрадым. Егер британиялық болып трофей жеңгім келгенде не істейтін ем? Алдымен нан пісіруден турнир ұйымдастыратын ем. Әр жарыста төрешілер болады. Сондықтан мен ең әділ, әрі қолдары бос адамды таптым. Және жеңіске жететіндігімізге сенімді болу үшін өткен апта бойы біздің жігіттер нан пісірумен әлекленді. Бұл жүзеге асып жеңеміз деген үміттемін. Себебі түптің түбінде біз бұған дайын жалғыз командамыз. Кеттік жеге. Сайтан алғыр, оларда аспаптар саны біздегіден көп сияқты. Ливерпуль бәліші маусым бойы үздік боп келді. Бірақ ішкі түйсек олар финалда жеңіледі деуде. Ол маған күйзеліске ұшырама деді. Жайғанын ләззат ал деді. Алайда қазір үлкен қысымда отырмын. Мына бәліштерді дайындау шаршатты. Қане, ол биігірек болуы керек. Құзар шыңына жеттік деп ойлаймын.
Тоттенхемдік бәліш жасауда. Ол қызғылт әрі тартымды, сондай-ақ сынғыш, нәзік әрі үгітілгіш. Мен мұнаны бәлішке қосайын. Ай, тобығым-ай, енді бәліш шалап сетін болдау. Жоқ. Манчестер Сити ойдағыдай манчестерлік бәліш дайындауда. Бәліш бетінде үздік мараскиндік шие тұратын болады. Оны қазір осында жеке ұшақпен алдыртудамыз. Біздің командаға қосылғаныңыз үшін бақыттымын. Манчестер Юнайтед өздерінің фирмалық бәлішін дайындау барысында қателік жіберді. Мына бақтағы гномды расымен де менен үздік деп ойлады олар. Ей, мен алдадың. Көңілді ғой, солай емес пе? Шынын айтқанда, мына жарысқа өзге клубтарды шақырғанымда оларға тәжірибе жетіспейді ау деп ойладым. Ал бастағанымызда барлығы шындап кірісе бастады. Жігіттер, мәреге зер салайық. Агуэро, мұнда сәндік раушандарды әкел. Бізге 9320 керек. Қане, мо, әлде де қосу керек. Барлығы да жоғарғы сұрыпта секілді. Тек түрлері ғана, олардан дәм татпаймын. Себебі олар мен 3 рет жасаған Челсилік тоқаштар секілді емес. Соңғы орында сіз, және әсіресе сен аласың. Барлығың ренжулі болуларың керек. 4-ші орын деген жақсы, маған сенсеңдер болады. Бұл да трофей секілді. Окей, битик, Харридің тобығында жарақат бар. Тырысқан үшін бір нәрсеге лайықта. Ой, жарайды. Харри Кейн, наубайшы империясының үздік өкілі ретінде марапатталады. Ей, Харри империя орденімен марапатталды. Алға, Харри. Ал Ливерпульді алаңда қалай жеңеміз? Біз чемпиондар лигасынан ұшып кеткен соң, мультфильм қарауға енді уақыт жетеді. Сондықтан арнаға жазылдың деген ниеттемін. Не көзің бақырайып отсың? Қолымнан келгенді істедім. Иә, істедің. Енді өзіңмен өзің бол. Егерде 800 элиталық футболшылар мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында тұрса не болар еді? Ойыншылар сыпайылық дегенді ұмытса, және өздерінің шынайы келбетін танытады. Бұл чемпиондар шоуы. Мен әлемдегі ең үздік ойыншылардың бірімін. Егер әңгіме жалақы жөнінде болса. Мені бәрі АПЛ-да ойқастар еттейді. Бірақ алдымен А сериясында ойқастауым керек емес пе? Рахмет, Кепа. Бірақ бізге чемпиондар лигасында ойнайтын қақпашы керек. Сондықтан кете берсең болады. Бұ не бәле тағы? Осында қалам. Кетіруге тырыспаңдар. Зидан қайта оралды. Исконың жағдайы енді жақсарады. Ұйықтай алар емеспін. Сол күннен бастап ұйқы мәселесі мені жегідей жеді. Барлығын бақылауда ұстаған ек. Бірақ артынша мынау барлығын тартып алды. Және менде бір сұрақ бар. Картина өлшемі қандай болу қажет екендігін кім шешеді өзі? Мен бейбақпын. Жоқ, Антуан, сен бейбақ емессің. Жай ғана сенде жұмыртқа жетіспейді. Жүректегі. Немене? Жарайды, Портудың исі сасымайтын басқа жерге барып сөйлесейік. Кеттік. Қара, Антуан, сен ұлысың. Сендегі шаш үлгісі мұна аңыздардың қатарында болуы тиіс. Бірақ қолыңнан келер ме екен? Неге келмеске? Роналду мен Месси сияқты мен де жақсымын. Неңмен мысалы, әлем чемпионатын жеңдім. Бұл Мбаппе болатын, әлем чемпионатын жеңген. Сондықтан аузыңды жауып соңымнан ер. О, ешкім оқымайтын кітаптар. О, ақылға сыймас. Чемпиондар үйінің жертөлесінде жекпе-жек клубына ұқсас бір нәрсе бар болып шықты. Джентльмендер, Файтлетикоға қош келдіңдер. Қысқасы біз Антуанға өзіміздегі жекпе-жек клубы жайында тіс жармадық. Себебі оның айналасында үнемі мыңдаған камера жүреді. Қап, камераға қарап айтып қойдым ау. Файтлетикодағы ең басты ереже. Сен Файтлетико жайында ешкімге айтпауың керек. Тек сендерге көрсетілім үшін қыруар ақша төлейтін болса ғана келіс. Түсінікті? Қаншақша? Файтлетиконың екінші ережесі. Сіздерге көрсетілім үшін ақша төленіп, Файтлетико жайында айтып қойсаңыздар, салық жөніндегі отбасыңыздың айтқанына мән бермеңіз. Ақылға сыяды. Айтшиш, қыруар деген қаншақша ол? Және Файтлетиконың үшінші ережесі. Дөрекі әрекет үшін қызыл қағаз алу оп-оңай. Ал қарсыласыңызға ештеңе істемей, жай ғана ойыннан шығарып тастау. Бұл мақтауға тұрарлық іс. Бұл Реалда, Мадридтік Файтлетиконың үлгісі. Атлетиконың ойыншысы емеспін, бірақ бұл жақта зомбылық танытуға шектеу жоқ деп естідім. Маған бұл жарасымда. Воу. Иә, білемін, бұл өте қатаң көрінеді. Шаруасын бітір.
мен осы үшін қайта оралдым. Окей, енді дайынмын. Ысқырыққа қарап ойнау қажет, Антуан. Мына қызыл қағаздан пәк жігіттерге қараңдаршы. Ей, денсаулық қалай, пысық жігіттер? Не ғой, жұмыртқаларыңнан ұстап жүрсіңдер ме? Сендер былай көрінесіңдер. Ал сен былай көрінесің. Мен сені чемпиондар лигасынан құлаттым. Мұнда да сөйте алам. Ей, мен оған жанаспадым да. Мені кінәлаудың қажеті жоқ. Адамдар мені сүйет. Сендер де, солай емес пе? Мұның болмады, жігітім. Бірақ махаббатсыз мен жай ғана мұқабамын. Өте әдемі, әрі талантты мұқаба. Мәссаған, неткен ұятсыз ең. Мен аңызбын. Трофейді қалайтын аңыз. Окей, кездескенше. Жақсы төбелес. Я жақсы. Немене? Анам жайында не дедің? Кевин, сен біздің жазылушыларымызға тек футболға жазылыңдар деп айта аласың ба? Де Брюйне? Бұл да жарайды. Егер де 800 элиталық футболшылар мен олардың бапкерлері ән конкурсына қатысса не болады? Чемпиондардың арнайы бөліміне қош келдіңіздер. UEFA Vision. Мен жүргізушілердің Серхио Рамос боламын. Алғашқы көрсетілімнен бастайық. Реалдың өткен жылғы жеңісінен кейін мен бұл байқауда жетекші болуға міндеттімін. Неге міндетті түрде сен? Реалдағы басқалар ше? Қаламайсыңдар ма? Ақша төлеңдер, мен кетем. We are Messi. It is our fate. When we are not blowing 3-goal leads, we are great. Oh, we are Messi. It's time to show that we are so much better than Cristiano. Ханымдар мен мырзалар, менің жарым Шакира. Футбол. Game one when Nate Spurs look like a joke. But there's 2 games at a time. And you best believe the second we choked. Now it's transfer time. We going Dutch. Анда Аякс қалай? Екінші бөлігін өткізіп алдым. Вау, Пепе. Кім ойлапты? Шындығында Дортмундтан кетер болсам, олармен сахнада өнер көрсетудің қажеті шамалы деп үміттенгем. Бұлай айтайық, немістермен өнер көрсету ақылсыздық. You like our yellow wall? Now face our wall of noise. Wall of noise. Бұл жігіттерді сағына берем. Schalke 04. Schalke no fear. Wir sind die Knappen. Take me back to the finals of the Champions League. Кезекті көрсетілімде Атлетико Мадрид. Бүгін біз үшін менің ең жақын досым Дрейк өнер көрсетеді. Girl up in my DMs, I think I'm gonna block her. I can't talk, honey, I'm out here watching soccer. They wanna go to club, but I can't, God forbid. Cause Lord knows I'm a big supporter of Atletico Madrid. Тоқтаңдар, Атлетико ұшып кетті ма не? Кім өтті сонда? Ливерпуль. Әрине, Канадада өскенімде Ливерпульдің үлкен жанкүйері болатынмын. PSG-ның мына көрсеткені командалық ойынның қаншалықты маңызды екенін білдіреді. Ал енді су жаңа дүниеге назар аударайық. Ағылшын командалары тым көп. Бұл да өткен жылғыдай ірік қой. Неге олар мүмкіндігіміз бар деп ойлайды? О, жақсы екен мұнысы. Ол ағылшынша ән айта алады, бірақ испанша сөйлейді, солай ма? Түсінсем бұйырмасын.
be just one man, but together we're one man united. United, now that Jose is gone. I came in like a cockerel. О, жоқ, ол бір жерін сындырып алды. Окей, тағы да қарсы алыңыздар. Once again. Шакира. When the storms are talking and the shadows get burned, let me be a lifeline when the night is ice thin, when the clouds are black, baby, come hold on to me. Oh, I got a champion, I got a champion, I got a champion. Осымен достар, чемпиондар шоуының екінші маусымында өз мәресіне жетті. Міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Себебі алдағы 3-ші маусым жайында біз хабарландыру аймағында ақпарат беріп отырамыз. Мен Есбол Қарағұл. Келесі кездескенше. Ал енді мұны арнаға жазылайық. Кешір Харри, бірақ мұны арнаға жазылыңыз деп айтуға жет. Мұны арнаға жазылыңыз. Мұны арнаға жазылыңыз. Қане, тағы бір рет. Мұны... Я, жалғастыр. Арнаға, тамаша, арнаға жазылыңыз. Жарайды, болады.